Кайырлуу күн баршаңызга. Бүгүн сиздер менен банан косулуп жасалатын агылшын десертти банофи пай жасайбыз. Эң алдымен кургак ингредиенттерибизди аралаштырып алабыз. Илектен өткөзүлгөн унга шым-шым туз, 1 чай кашык копсуткуч, кант унтагын салып аралаштырабыз. Оган 2 жумуртканын сарысын және сары майды косуп камыр илейбиз. Мендеги жумуртка кичирээк болгондуктан камырым кургак болуп калды. Сондуктан жаңагы жумуртканын агынан кичкене косуп жибердим, шамамен 1 ас касык. Мендеги сары май тоңазгычта тургандыктан мен нанды сол арада жая беремин. Курметтүү менин окурмандарым, менин осы YouTube арнамда башка да пирогдун рецепттери бар. Силтемесин осы видеонун астына описание бөлүмүнө салып коямын. Менің арнама тіркеліп, лайктарыңыз басып, пікір жаза отырыңыздар. Егер сіз еріген сары май қосатын болсаңыз, онда тоңазгычка камырымызды 30 минутқа салып қоямыз. Формамызға жақсылап орналастырып алған соң, осылай шанышкымен тесіп аламыз. Алдын ала кызып турган пеште 180 градуста 20 минутқа қоямыз. Камырымыз дайын болғанша енді біз кремін дайындай береміз. Ол үшін бізге сливки және кант унтагы керек. Миксердің немесе блендердің көмегімен крем жасайтын боламыз. Крем қою шығу үшін ең баяу жылдамдығынан бастап бірте-бірте көбейтеміз. Және кант унтагын жаймен себеміз. Миксеріміз және ыдысымыз құрғақ таза болу керек. Сливкиміз 30%-дан кем болмау керек және мұздатқышта 30-40 минутқа қойып қоямыз. Сонда осылай қою болып көтеріледі крем. Бізде бәрі дайын болды, қамырын суытып аламыз. Қоюландырған сүт немесе карамель қолдансаңыздар болады. Қою сүтіміз сұйық болмау керек, осы менікі сияқты осындай қою болу керек. Мен Деп фирмасының қоюландырған сүтін қолдандым. Бананымызды турап, қоюландырған сүттің үстіне тізіп шығамыз. Сосын кремін жақсылап жағамыз. Бетіне какао немесе кофе сепсеңіздер болады. Бұл пирогты мен бұрыннан жасағым келіп жүрген, сәтті осы бүгінге түсіп тұр. Өте дәмді керемет пирог екен. Бұл пирог бізге бірден ұнады. Сондықтан мен бұл пирогты енді жиі жасайтын боламын. Пирогты сол арада немесе 2-3 сағатқа қойып, дастарханыңызға ұсынсаңыздар болады. Қамыры қытырлақ, ішіндегі заттары өте нәзік, бір ерекше пирог екен. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Сіздермен болғаны ерім. Келесі видеода көріскенше күн жақсы болсын, аман болыңыздар.